қандай бір ауқымды істер атқарылды, қандай жетістіктеріңіз бар? Өзекті мәселелер негізі жылдан жылға шешіліп жатыр. Жақын аралықта қандай мәселені шешемін деп уәде бере аласыз халыққа? Жаңа Қазақстанның қазіргі ірге тасын біз бастауымыз керек. Инвесторлар тарту бағытында қазір қандай нақты шаралар атқарылып жатыр, немесе бұның барлығы тікелей қаржы мәселесіне келіп тіреліп тоқтап тұр ма? Масылдық болмау керек. Көп балалы аналар бар, немесе қарапайым еңбекке жарамды азаматтар бар. Жастарға бәрі керек, сразу керек оларға. Көлік керек, жас киім керек, сразу үйіне бәрі керек. Оңтүстікте болды, енді батыста әбігерге салып жатыр, мойындауымыз керек. Біз Өзбекстанмен бізге қарым-қатынас рұқсат беру керек. Мақтаарал ауданында сол үйін су алған азаматтарға қандай көмектер көрсетілді? Инвесторлар онша келмейді. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біздегі сұхбаттар сериясы әрі қарай жалғасын табады. Біз дәл қазір Мақтаарал ауданында отырмыз. Өңірдің тыныс-тіршілігі турасында аудан әкімінің өзінен сұрағымыз келіп отыр. Сондықтан бірқатар сұрақтарымызды топтап келіп қалған жайымыз бар. Ендеше бүгінгі біздің кейіпкеріміз Бақыт Асанов ағамыз. Бақыт аға, сұхбатқа келісім бергенің үшін әуелі алғысымды білдіріп, бізде мынау өңірге қатысты бірқатар сауалдарымыз бар. Бірден сұраққа көшейін. Ең әуелгісі мынау соңғы бір жыл ішінде өңірде, жалпы мынау ауданда әлеуметтік экономикалық даму бойынша қандай бір ауқымды істер атқарылды, қандай жетістіктеріңіз бар? Енді бізде мынау бір жылдың ішінде әлеуметтік экономикалық негізгі ең жақсы көрсеткіш біздің ауыл шаруашылығы өнім дақылдары, өнім жақсы болды. Ең біріншіден ең ерте көктемгі мына капуста дақылымыз бағасы дұрыс болып уақытылы сатылып кетті. Екіншіден биылғы былтыр мақтаның өзі өнім жақсы болып 26-та 5 центр. Онан кейін бағасы өте екі есе қымбат болды. Одан бөлек біздің мынау кешегі соның арасында мынау кешегі Тұлпар-май деген кәсіпорын ашылды. Ол мақтаның ішкі нелердің бәрін өңдеу дейді ғой, жерде мақтаны шикізатпен емес, өңдеп, май шығару, сондай қазақ пен түрік біздің осы кәсіпкерлер арқасында сол ашылды. Ол өте бізге жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Одан бөлек ендігі жылға уже біз биылдан бастап Тұлпар текстиль, ол да түрік пен біздің кәсіпкерлер арасында келісіп жатқан турецкий технология дейді ғой. Одан бөлек кейін біз биылға құс фабрикасы бастап ашып жұмысқа кірісіп жатыр. Кейін біздің основа ауыл шаруашылығы болғаннан кейін мақтаны өңдеу өзі 5 өңдеу хлоп заводы еді. Биыл жылдың басы қосымша 3 мақта завод қосымша ашылып, мақтаны өңдеп уақытылы тапсырды, қырманға тапсырып, шаруашылық арасында. Осындай бір жылдан осындай жетістіктер бар. Кейін тағы бір айтатын жетістік, спорт жағынан бізде футбольный клуб бар, Мақтаарал деген. Ол 10 жылдан бері бірінші лигадан былтыр осы как раз 10 жыл тоңында премьер-лига шықты. Ол Мақтаарал енді аудандық көлемде жүрген футбольный клуб, өзі ең минимальный бюджетпен ойнап, соны ешқандай ішке қарыз болмай, айлыққа қарыз болмай, бюджетке қарыз болмай, тренердің өзі футболистер минимальный айлықпен жұмыс істеп премьер-лига шықты. Ол тарихта бірінші рет болған нәрсе. Ол өте үлкен дәреже. Футбольный клубтың өзі біздің жастар жақсы көреді, өзінің фанаты бар, өзінің болельщиктері бар, өзіміздің стадион бар, өзінің инфраструктурасы бар. Оны біз мақтанамыз. Жақсы. Жақсы, тамаша. Енді мынау дегенменде қазіргі уақытта кез келген ауданда алсақ та мәселесі жоқ аудан жоқ. Мойындауымыз керек. Ал дәл осы Мақтаарал ауданда қандай өзекті мәселелер бар? Бізде өзекті мәселе аудандағы, бүйтіп қарасаңыз, біз қазір 4-ші жыл болды, біз осы ауданға орталық бұрынғы тарих орын келгелі. Біздің өзекті мәселелер негізі жылдан жылға шешіліп жатыр. Өзекті мәселе бізде жол. Халықпен біз енді тығыз орналасып есеп береміз басқа. Сол кезде халықтың 60% сұрайтын жол. Бұрын мен осы 24 жыл болды осы мемлекеттік қызмет. Бұрын бір ауыл бір жол сұрайтын еді. Қазір болса бір көшеде 4 үй болсын, 40 үй болсын,
мына көшені қашан реттейсіздер, қашан жөндейсіңдер, қашан үшін балдарыңыз жаңағы топырақпен, шаң топырақпен жүреді, және лаймен жүреді дегенде. Астымен сол. Бірақ та негізгі қазіргі жағдай, мынау ауыз судың өзі ретпен келіп жатыр. 99% орталықтан сумен қамтамасыз етілген. Газдың өзі 52% газ. Оның өзінде де бөлек біздің агресс деген, одан бөлек және мынау екі үлкен мынау Нұрлыбаев пен Достық, жаңа жол, соларға қазір үлкен қысымен газдар келіп жатыр. Одан бөлек Ижарды 9 елді мекенге проекттің жобасымен оны қаржы жасап, оған газ келейін деп жатыр. В общем, айналып келгенде любой мәселе, бірақ та рет-ретмен келіп жатыр. Демек, инфрақұрылым мәселесі әлде өзекті? Инфрақұрылым мәселесі? Инфрақұрылым ол енді күнделікті адамға керек нәрсе болған, инфрақұрылым, сұрайтын инфрақұрылым. Сол өзіне келеді. Енді ол дамыған елдің несі ғой, талап несі, соған лайықты. Ауыз судың, айтым, ауыз судың проблемасы почти шешілген бәрі. Соны енді әр елді мекен өз кішкентай несі бар, андай проблемасы. Бірақ оның бәрі біз жоспарға сәйкес орындалып келіп жатыр. Бәр жерде проекттің несі өзі рет-ретмен келіп жатыр. Жақсы, тамаша. Енді мына өзіңізге өте жақсы белгілі, мемлекет басшысы жаңа Қазақстанды құру идеясын көтерді. Бірқатар батыл тың бастамаларды көтеріп жатыр, былайша айтқан кезде. Нақты осы Мақтаарал ауданында жаңа Қазақстанның іргетасы қаланды ма? Қандай өзгерістер бар әкімдіктің жұмысында? Енді мен бүйтіп айтамын. Жаңа Қазақстанның қазіргі іргетасын біз бастауымыз керек. Неге десең, біз мемлекет қызметші менен бастауымыз керек. Біз ешкімнен қорықпауымыз керек. Біз ешкімнен қашпауымыз керек. Біз қай халық не айтса соның бәрін біз көтеріп тыңдаймыз. Мен бірақ та бұрында да айтатын едім. Біз мемлекет қызметкер, біз кісі болу емес, біз елге қызмет істеу үшін жүрміз жерде. Қазіргі айтып отқан мен қазір жаңа қарас болу керек. Любой маманнан бастап. Халық келеді, мұқтаж тыңдап келеді, соны айтып, соған жұмыс жасауымыз керек. Қалай болса да түсіндіру керек, артынан барып көрсетіп, депутаттар сондай. Депутаттар оны қазір бұндай партия арқылы сайлану деген ондай қалу керек. Сен өзің депутатсың ба? Мандат. Ол сен көпшілікті адамсың. Халық қалауы дейді ғой. Соған қарай жұмыс жасау керек. Өзіңді артыңа лайықты депутат жұмыс жасау керек. Қазір өткенде Сайрам ауданында Парасат пікірталас клубы ашылды. Сондай бізде аштық өткенде. Сөзге жинадық, блогерлер, журналистер. Сөзде қатты әңгімелер етті. Сендер ақсақалдарды өздерің сайлап аласың, өзі жинап, комиссия отырып аласыңдар. Ана мемлекет қызметшілер не істеп аласыңдар сендер? Бірақ екені қатты замечание, кәдімгі ысылып, бәрі не қылып, қиналып қалды жерде. Сол сияқты мен айтамын, осындай, бұдан былай, бұнда осындай болады деймін. Любой мәселен айтады беттеріне. Соған жұмыс жасап, соған келтірмей, халықпен жұмыс жасап, тығыз. Сол кезде бір кісі, ол да маған айтты. 5 мәселе көтерілді. Осы 3 жылдан бері 5 мәселе шешілген жоқ. Қандай мәселе? Мұнда мәселе айтады. ФАП салынған жоқ, мынау мектеп капремонт болған жоқ, мәдениет үй ремонтталған жоқ. Енді оның бәрі жасау үшін оған уақыт керек қой. Медпункттың бәрін біз проект жасалғанмен, біз жақтан біз жұмыс істегенмен, бірақ та ол жерде мынау несін проект жасап, ол басқарма, денсаулық басқармасы. Не мәдениет үйінде онда проект жобасымен қаржы қарастырмады, бағдарлама болмады. Кейінгі мектеп ремонт оны қазір кезекке тұрады. Сол сияқты бір жылда орындалмайды ғой. Кейін мен тағы да бір мәселе айтайын. Осы енді тағы да бізге қапа болатын мынандай мәселе. Сендер айтасыңдар, орындамайсыңдар. Орындау үшін қаражат керек қой. Дұрыс па? Қаражат оған да қарау керек. Мен қазір бұл мәселені келген үлкен кісілер депутат сенатормен айтып отырмын. Біз халыққа айтқан нәрсені орындау үшін қаражат керек. Соны біз жоспарлайық. Потом біздің тағы бір мәселе, Мақтаарал ауданы біз өте оңтүстік мынау ең шеттеміз. Бұл жерге мынау тупик болған екен, қаржы инвесторлар онша келмейді. Потом мынау тығыз орналасқан ел. Потом опорный тірек пункт бұл. Приграничный. Бұл жерге көңілді бөлінше басқаша бөлу керек. Қаржы бөлінше басқаша қарау керек. Соған біз талап етіп, кейін оның бәрін түсіндірмей айтып отырмыз. Тығыз орналасқан ел. Бізге халық өшеді, халық жұмыспен қамтамасыз ету. Жұмыс орнын ашу керек. Кеше, допустим, облыс әкіміміз
мынау айттық қой, мынау ладно, мынау завод аштық, басқа онымен көп жұмыс қамтамайтынбыз, 100 болады, 200 болады, а бірақ та мен ол кісінің мынандай тапсырмасы бар, кеше 23 мыңнан астам аула бар бізде. Осы еді да, аула. Соның 3018 гектар жер бар. Вот сол үйлігелік жер. Сонымен айналасып, бір кәсіпкерлік ашу керек есін алды. Ең кемінде 15 сотық. 15 сотық, 20 сотық, 50 сотық, 70 сотық гектарға шын барады, есін алды. Көбінесе оны ешкім пайдаланбайды. Элементарный, помидор могу сек беді ғой, элементарный жан. Вот соған қарамаймыз. Вот соны өзі хотя бы қазір 1000 теңге тұратын елдің бәрі сөз 5-6 келі күнделік 2-3 келі алып отыруға болады ғой. Осыған көңіл бөлу. Осымен жұмыспен қамтамасыз етеді. Қазір мен осы пилоттық биылғы айтып жатырмын, кешегі әлеуметтік еңбек бағдарлама негізінде осы 40 үйге тамшылатып кішкентай не қойып, теплица қойып, сөйтіп соны бастасақ. Бірақ та бізде бар, соны ар жаққа дамытып, жандандыру керек, көрсетіп. Осылай. Бірақ та үй керек жерді қалдырмау керек, бос жатпау керек үй керек. Енді біз қазақпыз ғой, барсаң бар ғой, 25-20 сотық жер бар, бір ағаш тұр, бір жылқы бар, бір сиыр байлап қояды, айналасында түк жоқ. Ол болмайды. Оны пайдаланды, тиімді пайдаланды. Анау тағы да айтайын, семинар болған келесте, сонда естайшы ұйымдастырған. Сол еврей айтады, сендер бақытты адамсыңдар ғой, күн дейді, жер дейді, су дейді. Не керек? Еңбек ет, тапсыңдар. Осы бәрін халқымыз ұятымыз керек. Масылдық болмау керек. Өкімет не бересің маған, қашан бересің? Мен көп бала ол да ұят қой, балдарды біз еңбекке үйретуіміз керек. Еңбектегі көп нәрсе еңбек етсе өз-өзімен келе береді. Білімде, қаржыда, басқа да бәрі жақсы болады. Түсінікті. Енді мына біз өте жақсы білеміз, Мақтааралда индустриялы аймақ бар. Жалпы инвестициялық жайлы орта қалыптастыру, немесе инвесторлар тарту бағытында қазір қандай нақты шаралар атқарылып жатыр, немесе бұның барлығы тікелей қаржы мәселесіне келіп тіреліп тоқтап тұр ма? Индустриальный бізде аймақ бар, индустриальный аймақта айттым ғой, және бір завод істеп жатыр еді, кейінгі асфальтты бетон завод бар, Кемас технология. Сол жерде қазір тауық фабрикасы, бір үлкен хлам завод салынды. Соны ертең углубленная технология дейді ғой, өңдеу. Қазақша несіне өңдеуге сол завод специально 6 гектар жер бердік. Сөйтіп барып мынау птица фабрика салып, ояқтан солнечный батарея несі станция қойдық. Кейін железобетонный завод ашылады. Биылдың өзінде сол қазірде 3 не ашылады. Птица фабрика, хлопзавод и ЖБ несінде. Соны пайдаланып, индустрияны зоны пайдаланымыз. Уже біраз бір проблемасы бар, газ қуаты үлкейді керек, соны проект жасап, газды алып келеміз керек. Оған Агрес деген үлкен станция бар, соны биыл бастап, соның қаржыны біз республика сұрап жатырмыз, где-то 800 миллион керек. Сол бәрі бітсе, сол 800 миллион қаржыны игеріп, Агрес қоссақ, сол жерден уже бізге тех условия беруге Агрес емкость толып қалды, то есть здесь распределение. Соны ертерек шешсек, бізге газ берсе, сол индустрияның зона газды көбейту керек, ауқымын көбейту керек. Түсінікті. Демек, ол алдағы уақытта шешеді бұл мәселе? Жоқ, шешеді, ол бәрі айтып отыр, поэтапно бәрі жоспарда біліп көріп жүрген нәрсе ғой, бәрі. Жаңа өзіңіздің сөзіңізден байқап қалдым, масылдық психология туралы айтып қалдыңыз, жаңағы мемлекеттен ақша бер деп талап ететін көп балалы аналар бар, немесе қарапайым еңбекке жарамды азаматтар бар. Жалпы солармен насихат жұмыстары қандай? Аудандағы идеология мәселесі қазіргі уақытта қандай жұмыстар, қандай шаралар атқарылып жатыр? Енді жаңағыдай идеология бастамасы айттық қой, біз бірінші қазір инвентаризация жасадық, білдік та, қанша отбасы, қанша не бар. Кейін біз өткенде қаңтар оқиғасы болды, сол кезде байқасам кейін жастар қатысқан. Онымен де біз айналысқан жастар, допустим, жоғары білімді жас, неге жұмыссыз? Неге соны көмектесек жұмысқа орналасты. Допустим, бір оқыс келді оқу несін оқимын дейді, мың күш көмек жатыр, оған көмектесек. Болмаса жұмыс істеп жүрген жігіттер
Бір жерде жұмыс істемейді, астына алматыға не үшін барады? Мен бір екеуден сөйлестім. Сөйтсем, бізде құрылыс бар, былтыр бізде 15 әлеуметтік нысан құрылысы жүрді. 9-ын тапсырдық, ол басқа ауданда жоқ. Сол кезде мына жерде құрылыстар жүріп отыр, не бар істемесе, арасында посредник көп дейді. Ол қандай посредник керек? Соны делдар қылды. Барып келіп объемды алып болса, сондай, осының бәрі біз ауыл әкіммен, біз айтпақшы идеология, саясат осымен айналысында деді. Ол қалай? Онымен қазір осы жастардың өткенде спорт іс-шара өткізіп, жастармен де әлі келісе ме жаңа, күнделікті кеше су басты тағы да 10 күн жаңбыр ненің тоқтамай несі сверхнорма жауғаны, оны бәрі графикқа атылып жетеді. Соны жастармен кездесіп, оларды тыңдап, кейін жаңағы әлеуметтік мақсатты айыру үшін ол отбасыдан бастау керек, отбасымен сөйлесу керек, отбасын тарту керек. Мына жерден жұмыс бастайын, анау нан жеу керек та, хотя бы кішкентай огородтан, басқадан сөйтіп үйрету керек енді, мақсатты. Басқа не жоқ енді, дайын біз кәдімгі бәрі үйренеді. Мынау дайын нәрсені алып жей берсе ол жастар, и тем более жастар мынандай қазір, жастарға бәрі керек, сразу керек та оларға. Көлік керек, жақсы киім керек, сразу үй керек, бәрі керек. Оны еңбек етіп ертең ол өз жайлап келетінді соған үйретіп, түсіндіріп не алу керек та. Оның бәрі айналып отбасынан бастау керек қой бәріңізде. Жақсы. Енді бізде мақтаның негізгі өсетін өңір ғой, Мақтаарал ауданы. Осындайда бізде бір сұрақ туындайды. Бізде мәселен мата бойынша, киім бойынша Өзбекстан мен Қырғызстанға көп жағдайда тәуелдіміз. Неге осы өңірде фабрика салуға болмайды? Неге сондай өндіріс орындарын салуға болмайды дейді. Енді мен сізге айтайын, сәл мен өзім байқадым, өзім тәжірибемді айтайын. Кеше жаңағыдай май заводты аштық дедік қой. Иә. Май заводы. Соны ашу үшін бір-екі кәсіпкер жыл біздің турецкий компания солар бірге ақшаны қасты соны ашты. Сөйтсек, ол нені ашқан екен, анау неден бастап, щитті қабылдауынан бастап, щитті жинауынан бастап, щитті складированиеге қысып, май шығарып, кейін майды тазалауынан бастап, кейін келіп оны хранение жасап, кейін бар емкістке құюдан бастап, кейін емкіст құйып, оны не дейді, фасовка, сөйтіп оны сертификат алу, ненің бәрін алып, сол бір адам айналыс керек тұр мен ақасы. А мынау неде, Турцияда олар ақасы бөлек, біреу щит жинайды, жинап дайындап береді, біреу оны қысып береді, біреу майын бәрін сортовкасы, бәрін ішін технолог тазалап береді, бір фирмаларды оның бәрі несін асық құйып береді. Осылай, мынау тоқтап қалса, мынадан барып алып тоқтамайды ол нәрсе. А бізге сол вот технология жіберу үшін бізге целый бір кешенді желі керек, сонда? Мынау комплекс керек, оны талай үлкен қаржы керек. И сол сияқты мен өзім ойлаймын, мынау Өзбекстан мен Қырғызстан, Өзбекстан мақта көп, халқы да көп, кейін ол жерде ондай нелер, қазір мына мини нелер көп ашылған. Негізі экономиканы ұстайтын малый и средний бизнес еді ғой? Иә. Сол ұстайды. Сол үшін бізде соны сегментация бар, соны бөліп алу керек. Осыны жасау керек. Қырғызстанда бұрыннан да бар швейн технология. Олар матаның бәрін алып, қазір любой кәсіп шалбардың ешкім неден кем тік бермейді. Кәсіп шалбар болсын, көйлек несі болсын. Біз соғанда келеміз, мен қазір тағы да айтып отқаным, біз Өзбекстанмен бізге қарым-қатынас рұқсат беру керек. Біздің ел бар ғой, халық өте еңбекқор. Біз тығыз жұмысқан елміз. Бізге любой нәрсе көрсек біз жасаймыз. Біз бұрын жетісай, Мақтаарал, Киров деген бұрыннан еңбекқор болған. Любой жаңалықты біз алып істегенбіз. Бізде допустим грек немістер болды, солардың технологиясын алып істегенбіз сол жерде керек болса. Несін бәрі. Поэтому біз шекара ашып, не қылса, мен постоянно соңынан барып любой нәрсе істейміз. Көйлекті тігеміз, костюм тігеміз. Қазірде барсақ киізден тігіп атқан нелер бар. Көйлекті, нышады, жақсы. Бірақ ол единичный да оны. Он барады выставка барып сатады. Жақсы баға емес, бірақ ол штучный да, штучный. Оның бәрі ондай неге конвейерге жасау керек. Оның біраз уақыт керек. Сонда
түсіндің бе? В общем, мынау иә, ол түсініп отырмын. Кешенді жүйе керек, кешенді фабрикалар желісі керек деген сияқты, түсінікті. Енді дәл қанша десек те, мен дәл осы тақырыптан айналып өте алмасым анық. Бұл кешегі мынау 10 күн бойы жауған жаңбырдың салдарымен күрес болды. Бұл жалпы бізде қазіргі уақытта оңтүстікте болды, енді батыста әбігерге салып жатыр, мойындауымыз керек. Дегенмен дәл осы мәселе бірқатар өңірлерде әлі де дайын емес екендігін көрсеткен сияқты. Жақты менің білгім келіп отқаны, Мақтаарал ауданында сол үйін су алған азаматтарға қандай көмектер көрсетілді? Енді бидекші бірінші дайындық еместігін мен айтайын да. Сіз айтқанмен мен келіспеймін. Неге десеңіз, мынау бізде өзі мақтаның технологиясы қазір мына влагозарядка дейді. Мақтан поле қанша алқап бар, бәрі сумен неғылған. Ауылдымызда суарып, несін шайып, сорын шайып не боламыз, жұмыс жасап отырмыз. Енді қараңыз, соның бәрі судың жер асты су үстінде, су асты су, жер асты су жақындаған. Енді кеше жаңбыр жауды, ол норма асалтқысы бір айдың несі бір жылдық почти жауды. Иә, бір күнде жауды. И бізде осы 4 не бар, астында сброс бар да, мынау центральный колосемс, коллектор, северный, восточный, западный деген. Біз соны су толып, арнасы шығып, су бастамасы елді мекенде сумен жұмыс етеді. Круглосуточно істеді, біз штаб болды аздан кешікшен, и соның дежурствосы болды. Сол айтайын деген, ол Құдайдың берген несі ғой, допустим, сондай несі, жаңбыры. Оны біз дайын емес, ол наоборот, біз сол дайын болғаннан кейін, енді құлаған үй, допустим, басқа не. Ол үйлер, мен сізге барып көрсетейін, 28 салған үйлер бар. 28, 30, 38, 40 үйді, қазір бәрі үй жекеменшік. Потом үйдің оның бәрі ол кезде салған нелер кірпіші саман. Допустим, да? Саман. Ол су, құрғақ не, су асты влага болса, нам тартады ол. Топырақ тартады ол дамды. Сол сияқты конструкция. И потом ол көбінесе, ол үйлердің, көбінесе қасында үйлер бар. Бұрын жасап қойғанда, екі-үш времянкасы бар, ол есікті біз алып жүрдік көрдік. Қазір балдарға инвентарь әлемде жасаңдар, бәрін көрейік. Бірақ та ол комиссия, көмекін уже комиссия қарайды. Біз комиссияны шешеміз, бізде мынандай пәлен үй болды, қазір оны айтпай қойды цифрасын. Осындай үй, соның бәрі ұсыныс болып, өзіміз комиссия қарап, кейін облысқа комиссия қарап, қаяқтан қаржы. А бірақ та заң бойынша мынандай страхование, сақтандыру. Допустим, біз бәрі страхование вид бар. Өзіңнің өмірің, бала-шағаңның үйіңді, мүлігіңді, неңді, ауыл шаруашылық дақылыңды, өнген неңді бәрі страховать етуіміз керек, міндетті түрде. А бірақ та бізде амал жоқ, только машина страховать етеміз. Почему? Потому что біз шығамаймыз машина страховать етемесін. Сол сияқты үйде осы табиғи неден бәрін страхование жасау керек. Біз әр жылда бір осындай не болған кезде, біз ойбай осындай не болды, дайын болды, не амамыз керек ондай мемлекет төлеп. Ол страхование, правовой поле келіміз керек. Құқықтың мемлекет не сияқты. Соны келіміз керек. Ол халыққа да мен айтып түсіндіріп жатырмын. Допустим, бір жылдары сол жақта желден 1400 қанша бір үйме өзім барып қасқым, өзі орынбасар. Сөзге өз жерде барып ойбай кәсіпкерді материал берді, біз рабочий барды қағып. Ол да сондай табиғи апаттың несі постоянно болып тұрған нәрсе ғой. Сол үшін обязательно сақтандыру керек, рычаг істеу керек, жұмыс жасау керек. Осыған келуіміз керек. Допустим, кеше мынау төтенше жағдай болған кезде бізде 22 крестьян бар, көштен өнім жинаған өнімі солар суның асты қалды. И ол сақтандыру керек еді, енді тонна пайдаланды. И соны өкіметтен соны маған төлеп бер дейді. Мен қарасам. Бұл сақтандырса, ол фирма төлеп беретін еді. Соған біз келуіміз керек, ондай правовой. Насихат жұмыстар жүріп жатыр қазір. Иә, соны түсіндіріп не жатырмыз. Жақсы түсінікті. Енді мынау бүгін сұхбат барысында біраз тақырыптарды талқыладық деген ойдамын. Енді мынау жақын аралықта қандай мәселені шешемін деп уәде бере аласыз халыққа? Мен халыққа уәде беретін мынандай, халықтың мұң-мұқтажын орындауға уәде беремін. Мен сол үшін жұмыс істейді. Халықтың қандай жағдай бар. Кейін әлеуметтік экономикалық жағдайын аудан көтеру керек. Халыққа жұмыспен жұмыс тауып беру керек. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс тауып беру керек. Осымен айналысу керек. Сонымен қамтамасыз етемін. Мұң-мұқтажы бар, қандай проблемасы бар, басқа. Жекелеген инфрақұрылым салаларында мәселе жоқ па? Мәселен, ауыз су бойынша
газ бойынша, жарық бойынша? Ондай проблема мен айттым, ол жоспарға сәйкес бәрі келіп жатыр. Ол несінен рет-ретімен жұмыс жасады. Мында бірінші нәрсе орындау үшін жобалық сметалық құжат болу керек. Иә, міндетті түрде. Міндетті түрде. Мен сол үшін мен постоянно балдырдым. Бірінші жобалық сметалық құжат бізде постоянно дайын болып тұрады. Содан кейін соған қаржы бөліп, сонымен бізде жобалық сметалық құжат көп дайын. 4-5 миллиардқа шейін, 10 миллиардқа шейін істегендеріміз сондай болған. Қазір 4-5 миллиард. Сөйтіп соған қарай, даже проекттің өзі қаржы уақытылы не аламай, проекттің қауіп бар жағында. 3 жылға бәрі проект өтіп кетпеу үшін. Соны постоянно 3 жылға келтіріп, өтініш алып сөйтіп қаржы қарастырып не отырмыз. Жақсы. Соңғы бола салсын осы сұрақ. Сіз іздеген азаматтар, тұрғындар қалай жолға алады? Маған? Аптаның кез келген күні сізге келсе қабылдайсыз ғой? Мен мынандай мен сәрсенбі күні аптасы бір рет мен қабылдаймын. Басқа мынандай бір не болса, срочно любой қабылдайды. Мен азында келемін де әкшін алып жүремін. 5-10 минут. Сізге келіп, любой адам келіп, жақсы болады, жолға береді. Жоғалам деген адам ондай жоқ, мен мынандай бір келмеймін, қабылдамаймын деген ондай не жоқ. Қабылдай бересіз. Көшенті аралап жүре беремін, базарды шегіре басқа любой кездесе береді ғой. Онда проблема жоқ. Жақсы, тамаша. Енді ағамна бүгін сұхбат бергенің үшін тағы да алғысымды білдіремін. Каналымыздың атынан, ұжымның атынан. Алдағы уақытта тек жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, абырой биігіне түспеңіз. Құрметті көрермен, міне біздің кезекті сұхбатымыз аяқталды. Біздің парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер көкейлеріңізде тескен сауалдар болатын болса, алдағы уақытта біздің дәл осы сұхбаттың астына жаза кетулеріңізге болады. Ендеше келесі кездескенше дейміз. Сау, саламатта болыңыздар.